Қазақстан әртүрлі мәдениеттер, діндер, ғасырлар бойы қалыптасқан тарих пен қазіргі заманғы технологиялар араласқан ғажайып ел. Республика жер көлемі жағынан әлем бойынша 9-шы орында. Әлемдегі ең ұзын құрлықтық шекара да Қазақстанға тиесілі. Бұл әрине еліміз жайлы көптеген қызықты фактілердің бірнешеуі ғана. Қабыл алыңыздар, Қазақстан жайлы қызықты мәліметтер топтамасы. Ал видео басталмай тұрып, мен сіздерге ерекше арнаны ұсынғым келеді. Ерекше арнасынан сіздер әлемдегі көптеген қызықты фактілер мен әр алуан тақырыптағы топтамаларды көре аласыздар. Жеміс жидектегі жапсырмада не жазылған, қоқыс арасынан байып кеткен адамдар және тағы да басқа сауалдар жайлы білгіңіз келе ме? Онда видеоның астындағы сілтеме арқылы өтіп, Ереке арнасына тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және Ереке арнасындағы соңғы видеоның астына мен Q-Life арнасынан келдім деп жазуды да ұмытпаңыздар. Қазақстанда әлемдегі ең үлкен шатыр Хан Шатыр орналасқан. Хан Шатыр ауданы 127 мың шаршы метрді құрайтын үлкен сауда әрі ойын-сауық кешені. Полимерлік материалдан жасалған мөлдір күмбездің ішінде дүкендер, кафелер, мейрамханалар, кеңселер, кинотеатр мен фитнес орталықтар орналасқан. Келушілер отбасылық саяжайда немесе толқындары соғатын жасанды жағажайда демала алады. Ғимарат ішінде тұрақты 35 градус температура сақталған, әрі бұл жерде басқа елдерден әкелінген тропикалық өсімдіктер отырғызылған. Хан Шатыр немесе Шатырлардың ханы Астана қаласында орналасқан. Ол 2010 жылы британдық сәулетші Норман Фостердің дизайны бойынша салынған. Ғимараттың ең жоғарғы нүктесі 150 метр. Ең үлкен әрі ең биік нүктеде орналасқан мұз айдыны. Медеу спорт комплексі теңіз деңгейінен 1690 метр биіктікте Іле Алатауы тауларында орналасқан. Ашық аспан астында салынған ғимарат 10,5 мың шаршы метр аумақты алып жатыр. 8 ай бойы мұз айдынында мұз еріп кетпейтіндей қалыпты температураны сақтап тұру үшін құрылыс кезінде 170 км суытқыш трубалар орнатылған екен. Медеу бір уақытта 10 мыңға жуық көрерменді қабылдай алады. Қайыңдының суасты орманы. Қайыңды көлі Қазақстандағы танымал туристік аймақ. Көл тауда, яғни 1667 метр биіктікте орналасқан. Бұл көлдегі табиғи құбылыс жүздеген жылдар бұрын пайда болған. Тау көшкінінің нәтижесі Шелек өзенінің ағысына кедергі болып, су қайыңды алқапты толықтай басып, нәтижесі біз көріп отырған сұлу көл ландшафты көрініске ие болған. Судың температурасы 6 градустан артық жылымайды. Ал бұл жердің табиғатына ерекше көрініс беретін көл пайда болғалы бері судың бетінен едәуір көтеріліп тұрған қураған қайыңның ұштары. Ғарыштық дәуір Қазақстанда басталған. Баршамызға белгілі, елімізде әлемдегі ең алғашқы әрі ең үлкен Байқоңыр ғарыш станциясы орналасқан. Бұл жерде 1957 жылы жер орбитасына ең алғашқы жер серігі ұшырылған. Ал 4 жылдан кейін дәл осы ғарыш станциясынан ең алғашқы ғарышкер Юрий Гагарин шыққан болатын. Байқоңыр 2 жылдың ішінде салынып біткен. Аумағы 67,17 шаршы километрді алып жатыр. Станция Қазақстанға тиесілі болғанымен 2050 жылға дейін Ресейге жалға берілген. Әлемдегі ең биік телемұнара. Алматы қаласында орналасқан қаланың әр бұрышына көрінетін Көктөбе телемұнарасы әлемнің ең биік нүктесінде орналасқан. Биіктігі 371,5 метрді құрайтын мұнара Көктөбе таулы аймағында салынғандығы себепті теңіз деңгейінен 1454 метр биіктікте орын тепкен. Тағы айта кететіні, телемұнара күші 10 балға жететін зілзалаға төтеп беретіндей етіп салынған. Осымен Қазақстан жайлы қызықты деректер аяқталды деген қорытынды шықпайды. Әрине біздің еліміз жайлы қызықты мәліметтерді бір видеоға сыйдыру мүмкін емес.
Видео сіздерге ұнады деген ойдамыз. Бізді қолдап лайк басып, отанымыз Қазақстан жайлы басқа да қызықты мәліметтерден хабарыңыз болса, міндетті түрде видеоның астына пікірге жаза кетіңіз.